Қазақта ешкім таптап құрталмайды, жоғаталмайды. Кешегі уақытта Жоңғар деген мемлекет болған. Жоңғар деген ең үлкен бір мемлекет болған. Сол қазақтың еркеген қол қызыны күн қыламын деп бастырып келді. Бірақ біздің бабаларымыз оған тойтарыс берді. Тіптен Жоңғар деген мемлекет жоғалып кетті қазір. Қазақ сонда батыр халық. Сонда дұғасы қабыл болған халық болған біз. Қазақты ешкім қол қыла алмайды иншаллах. Қашан бізді ынтымақ болса, бізде бірлік болатын болса, біз бір-бірімізді жақсы көретін болсақ, біз бір-бірімізді сыйлайтын болсақ, бұл қазақты ешкім жермен-жексен қыла алмайды иншаллах. Ерлеріміз бір-бірімізді сыйласақ, бір-бірімізді құрмет қылсақ, қыздарымызға қатты мәміле қылсақ, міне қазақ қызды сол дәрежеде қатты құрмет қылған. Қызды қара үйден тыйым, қала берсе, қара қолдан тыйым деген. Қарың, қызды қара үйден тыйым, қала берсе, қара қолдан тыйым. Қызға сол дәрежеде қатты мән берген. Қара таудан күш келеді, күшкен сайын бір тойлар бос келеді. Қарындастан айырылған жаман екен, қара көзден мөт-мөт жас келеді деген бабаларымыз, олар шашынан түрлігіне шын иманға толған болған. Бір қатынды алып, талақ қылып, екінші қатынды талақ қылып жүрген құнаса болған емес олар. Бәлкім олар тіс тырнағына шейін иманға толған адамдар болған. Аллах субхана тағала сол бабаларымыздан қалған мынау жер сізбен біздің барлығымызға аманат. Қарың, мына мешіттің нешесі жылдары салынған, сол бабаларымыздың жүрегіне иманы болғандығынан саған осындай үлкен мешіттерді.